Баршаңызға қайырлы күн. Ащы тұздық пен шырынды тауық қанаттарын дайындаймыз. Тауық қанаттарын жуамыз, кептіреміз. Содан соң қанатын алып тастаймыз. Бұл жері керек емес. Екіге бөлеміз. Ұнға ұнатып аламыз. Содан соң противенге саламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста екі жағын аудара 35 минутта пісіреміз. Пісу барысында тұздығын дайындаймыз. Соя тұздығы, кетчуп, сүт, горчица, бал барлығын жақсылап араластырамыз. Тұздығымыз дайын. Тауық қанаттарын үстіне құйып, мұқият араластырамыз. Содан соң қайтадан противенге саламыз. Бетіне кунжут себеміз. Қызып тұрған пеште 10 минутта пісіріп аламыз. Тауық қанаттары шырынды, қытырлақ, дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін.